Сәлем достар, бүгін ерекше пайдалы модный фитнес деп аталатын салат әзірлейтін боламыз. Ең алдымен қызып тұрған тапаға кедір жаңғағын осылай қуырып аламыз. Қызартып асқабақты ірі кубик етіп тураймыз. Асқабақтың дәмді түрінен таңдаңыздар. Ірі кубик деп тура болғаннан соң оған қант, аздап қана корица, бал, шым тұз, аздап зәйтүн майын қосып араластырамыз. Сұйық май қоссаңыздар да болады. Араластырып болғаннан соң қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минуттай пісіреміз. Яғни асқабақ піскенше духовкада пісіреміз. Фета ірімшігін немесе фетақсақ қолдансаңыздар да болады. Мен бринзаны осылай турап алдым. Жақсылап жуылған руккола мен салат жапырағын жегенге ыңғайлы етіп осылай кесеміз. Салат жапырағын қолмен үземіз. Зелендерді қолданбас бұрын салқын суға малып, 70% сірке суын құйып, жарты сағатқа қойып алсаңыздар болады. Сол кезде микробы өледі. Черри қызанағын ортасынан екіге бөліп тураймыз. Енді тарелкемізге піскен қызылшаны көбіктеп турап осылай астына қоямыз. Оның үстіне зелень қоямыз. Духовкадан шыққан асқабақты, піскен асқабақты суығаннан соң осылай бетіне қойып шығамыз. Премиум соусты осылай құйып шығамыз. Премиум соустың рецебін описанияға жазып кетемін. Черри қызанағын қойып шығамыз. Бринзаны қойып шығамыз. Фета немесе фетақсақ қойсаңыздар да болады. Мендегі тұздалған бринза. Егер сіздерде бринза тұздалмаған болса, аздап тұз қоссаңыз болады салатқа. Тағы да қызылшаларды қойып шығамыз. Премиум соусты тағы да құямыз. Премиум тұздықты тоңазытқышта беті жабылған күйі 3 айға дейін сақтауға болады. Яғни ыдысқа құйып, бетін фольгамен орап жауып қойсаңыздар болады. Бетіне қуырылған кедір жаңғағын қосамыз. Бұл салаттың бетіне бальзамический крем соуспен әсемдесеңіздер де болады, және салатқа тұздық ретінде гранатовый соусты қолдансаңыздар да болады, егер премиум соусты жасауға ерінсеңіздер. Өте пайдалы фитнес салаты дайын, ас болсын.